Құрметті достар, егер де сізде өз балаңызды осындай бағдарламада көргіңіз келсе, төменде тұрған номерге жазылып, Жұлдыздар Академиямызға келіп, өз балаңызды сынап көріңіздер. Сәлем достар, сіздермен бірге Жұлдыздар Академиясы және де жастар бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Нұрсая қызымыз. Қалайсың? Жақсы, өзіңіз? Жақсы, рахмет. Есімің кім? Абдурахман. Абдурахман, жасың қаншада? 11-де. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Полат Мадина. Жасың қаншада? 10-да. Көңіл-күй қалай? Тамаша. Бүгін бізде қонақта Іңкәр қызымыз. Қалайсың? Жақсы. Көңіл-күйің қалай? Жақсы. Жақсы. Бүгін бізде қонақта Жанболат. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Көңіл-күйің ба? Нормально. Көңіл-күйің жақсы, иә? Бүгін бізде қонақта Аяна. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалайсың? Жақсы. Көңіл-күйің қалай? Күшті. Күшті ма? Бүгін бізде қонақта Ботагөз қызымыз. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Жақсы. Бүгін бізде қонақта Мадина. Қалайсың? Жақсы. Менің жеңшем жалпы Инстаграм көріп жатып, Инстаграмнан сіздерді тауып алған. Кейіннен соған жазылып, сосын бізге айтты. Мен сіздерді бағдарламадан естідім. Бағдарламадан естідің, иә? Инстаграм желісінен көрдім. Осыға онлайн форматта анкета, сондай заявка бердім да, осыға ондай кастингтен өтейін деген сияқты, осыға қабылданайын деп. Мамам тауып алды. Сен маман тауып алды. Не, анақтан келіп көріп қалдым. Анақтан келіп атқан кезде көріп қалдым. Иә? Ботагөз. YouTube каналынан Мейрам кино студиясы. Сондықтан көріп, қызығушылығың пайда болып, бізге келді. Мен басқа балаларға қарағанда айырмашылығым, мен жалпы кішкентай кезімнен бастап биге және актрисалыққа қызығып, өзім кішкентай кезімнен бастап бір 5 жастардан бастап өзім айнаға қарап билеп бастағам. Айнаға қарап өзім билеп бастағаннан кейін анашым жұмысқа үнемі кетіп қалатын. Сол кезде мен өзім бір досыммен бірге бір би тауып алғанбыз. Сол кезде мамадан рұқсат сұрамай соған өзім жазылып келіп қойғам. Мен күреске қатысам, боксқа қатысам, екі спортқа қатысам мен. Сен спортсмен екенсің ғой кәдімгі? Несімен ерекшесің басқаларға қарағанда? Өзімше ұялшақпын. Өзіңше ұялшақсың ба? Иә. Басқалар ұялмайды, сен ұялшақсың. Иә. Есімді қыздар ұялмайды, мен ұялшақпын. Неге ұяласың? Кімнен ұяласың, не деп ұяласың? Менің айырмашылығым, мысалы, мен әнші болғым келеді, бірақ билегенді жақсы көрем. Яғни сен жақсы билейсің басқалардан қарағанда, иә? Менің басқа балдардан қарағанда ерекшелігім, мен андай бүйтіп, мысалға, сіз маған сабақ үйретіп жатсыз ғой мысалға да, мысалға. Сол кезде мен кейбір балдардан қарағанда бүйтіп тез ұғып аламын да, тез қабылдап аламын өзіме, есептерді де барлығын тез не аламын. Андай көп жарыстарға қатысып, сол балдардан ерекше болып жүрмін. Оны түсінбедім. Балдар айырмашылығы? Айырмашылығың? Ол не деген сөз? Басқа балалар істей алмайтындай, сен не істей аласың? Мен? Иә. Ойнап жүре аламын. Ойнап жүре аласың, иә? Иә. Ұзақ уақытты ойнап жүре аласың, иә? Иә. Тамаша. Мама айтады, ашықсың деп. Ашықсың? Иә. Өз ойымды тоқтай жеткізе аламын өзге адамға. Керемет. Иә, көріп тұрмын. Шынымен де сондай сияқты. Ашық қызға ұқсап тұрсың. Мен үшін қиын нәрсе жоқ. Ең қиын нәрсе сен үшін қандай? Мен үшін ең қиын нәрсе, мен көп кезде
қиын, яғни қиын би билеген кезде, сахнаға шыққан кезде сәл қобалжып тұрамын. Өте қатты қобалжимын. Және де бір кезде сахнада шыққан кезде ұмытып қалатындай боламын, бірақ ұмытып қалмаймын. Ең қиын нәрсе өзіңе не? Қалай ойлайсың? Рингке шығу. Бокстан рингке шығу. Бокстан рингке шығу? Неге қиын ол? Адамның көзіне қарайсың, қорқышты көреді да. Адам көзіне қарай алмайсың ба не? Қарай аламын. Қалай қарайсың? Давай екеуміз көз атыстырып көреміз. Мен үшін ең қиын нәрсе мысалы мен бір нәрсені анам бір нәрсеге қорқады. Мысалы мен кішкентай кезімнен пеш ұстағанына қорқады, ал мен оны үйренуім керек. Соған мен қиын болады. Мен үшін қиын нәрсе жоқ. Кейде осындай жарыстарда сәл қобалжу болады, солар маған кедергі. Айтпасам, маған ештеңе кедергі емес. Қиын нәрсе велосипед айдау. Құлап қала беремін да велосипедтен. Велосипедпен? Иә. Велосипедтен қалай сенесің? Кеше Азаматпен Анел мені бүйтіп жібергенде артқа қарап құлап қалдым. Артқа қарап құлап қалдым. Ең қиын. Баспес етсең, бәрін шеше аласың деп ойлаймын. Тамаша? Тапсырма. Тапсырмалар қиын. Иә. Сен үшін ең қиын нәрсе сол. Иә. Жарайды. Жалдауды. Соны велосипедті айдауды үйретіп қапты. Велосипедті. Иә. Мықты. Демек сен велосипед айдаудан, демек саған велосипед айдау қиын. Иә. Қиынға соғады, иә? Не деген, меніңше өзінің күйеуінің анасы деп ойлаймын. Өзінің күйеуінің анасы. Ал сенің маманың мамасын папа не деп айтады? Сенің мамаңның мамасын папа не деп айтады? Түсінбедім. Ене деген кім? Ене деген ол, мысалы, менің мамам апама ене болады. Сенің мамаң апаңа ене болады, иә? Ене деген бұл мысалға менің мамам, мысалға мен әйел алатын болсам, менің мамам сол менің әйеліме ене болады да. Дұрыс. Соны тәрбиелеп, соны қадағалайтын адамды ене деп айтады, менің ойымша. Ене? Оны білмедім. Сенің мамаңның мамасын папа не деп айтады? Білмеймін, папа олай айтып көрмепті папам. Ене? Иә. Болашақ енең. Болашақ енең. Күйеуіңнің анасы. Сенің болашақ күйеуінің анасы, иә? Ал сенің мамаңның мамасын папа не деп айтады? Ене демейді. Ене? Білмеймін. Білмейсің ба? Иә. Сенің мамаңның мамасын сенің папаң не деп айтады? Мен папам ба? Сенің мамаңның мамасын сенің папаң не деп айтады? Қандай сөздер айтады? Не деп? Кешірім дегенімізде? Кешірім деген, мысалы, біреумен ұрсып немесе біреуді тиіп жіберсең, оған кешірім сұрайсың. Мен үшін кешірім деген мен білмеймін. Сен білмейсің. Сен ешқашан ешкімнен кешірім сұраған жоқсың ба? Кешірім сұраймын, бір нәрсе білдіріп алсам. Бір нәрсе білдіріп алсаң, иә? Кешірім деген бұл, мысалға, мен сізді ренжітіп қойдым дейін. Сізден кейін кешірім сұрасам, бұл кешірімге жатады.
кешірімде көптеген түрлері болады бұл. Кешірімде кейде бүйтіп сәл бірдеңке болса да кешірім сұрап қаласың, кейде андай көп кешірім сұрайтындар да бар, көп қателік жасап. Кейбір балдар анасын ренжітіп, сөйтіп аналарынан кешірім сұрап жүреді. Кешірім деген сол деп ойлаймын өзім. Кешірім деген ол біреулер ұрысып қалса қайта татуласуға болады. Кешір деп құшақтасып дегендей. Әрбір адам қателік болады, болмайды емес. Мінсіз адам жоқ. Әрине. Сол кезде адамдарды кешіре білу қажет. Қателік жасап қойғанда кешіре білу қажет. Мен ондай адам өйтіп ондай емес. Мен үнемі білдірсем болды, кешірім сұраймын. Бірден. Кешірім дегеніміз не? Ол адамны ренжітсең, одан кешірім сұрау керек. Кешірім сұраймын. Кешірім сұрайсың. Кімнен? Кешірім деген біреуді кешіруді айтады. Мысалы, сен қателік жасап қойсаң, ол адамнан кешірім сұрау керексің. Яғни, ол адамның мысалы бір затын сындырып алдың, ол адамнан кешірім сұрау керексің. Сен кімнен кешірім сұрағың келеді? Заңғар деген досымнан. Заңғардан неге? Ұрыспағанбыз бір кезде. Ұрыспағасын, одан кешірім сұрамадың ба? Араласпайсың ба? Араласпағанмын өз кешірім. Мен отбасымнан, Неге? себебі інілерімді кейде ұрысып аламын. Інілеріңді? Иә, інілерім. Солардан кешірім сұрағың келеді, е? Менің інім мысалы бұзық, әлі кішкентай. Соған бұзықтығына ашсам да, бірақ мен оларды жай сөзбен көндіремін. Соған кешір деп айтқым керек. Сен кімнен кешірім сұрағың келеді? Сондай адам бар ма? Жоқ, мен бәрімен жақсы, тату доспын. Ешкімден ренжіген жоқсың? Жоқ. Мен достармен, мектептегі достармен Жақында осы сен біреуді ренжіткен жағдай болды ма? болды. Мен Анелден. Анел күніге менімен бір нәрсе істесем дос болуға қалады. Қойш, күнеге ұрсасыңдар ма? Анелмен. Мен ешкімнен де ойлаймын. Мен ешкімді ренжітіп, былай істесем де бір-екі күннен соң кешірім сұрайын. Или болмаса ол мені сұрайды дегендей ғой. Құрметті достар, егер де сізде өз балаңызды осындай бағдарламада көргіңіз келсе, төменде тұрған номерге жазылып, Жұлдыздар Академиямызға келіп, өз бағыңызды сынап көріңіздер. Келесі көріскенше сау болыңыздар.